Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Сіздерге бауыр ұнайды ма? Мен бүгін сіздерге бауырдан котлет дайындаудың рецептімен бөлісемін. Бірінші нанымызды сүтке жібітіп аламыз. Бауырды тазалап бөлшектеп аламыз. Картофелімізді, пиязымызды да солай кесіп бөлшектеп аламыз. Осы заттарымыздың бәрін ет тартқыштың майда көзінен өткізіп аламыз. Енді видеодағындай бір ыдысқа осы заттарымыздың бәрін саламыз. Үстіне 2 жұмыртқамызды жарып саламыз. Ұнымызды, сүтімізді құямыз. Содан кейін дәмдеуіштерімізді салып, жақсылап араластырамыз. Табамызға аздаған май құйып, қызғаннан кейін котлеттерімізді екі жағын ауыстырып пісіре бастаймыз. Сіздер бауырдың адам ағзасына пайдасын білесіздер ме? Бауыр адамның көзіне пайдалы. Гемоглобин төмен болғанда бауырды пісіріп жеңіздер, пайдасы өте зор. Міне котлеттеріміз пісті, астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге келесі видеомда осы котлеттерден гамбургер дайындап көрсетемін.